Ассаламу алейкум дейді. Алейкум ассалам. Жолың болу үшін таңертең үйден шыққанда бір затыңды ұмытып кетсең қайтып бармау, үйден шығарда үстелдің бұрышын сипау дейді. Шайдың ішіндегі көпіршіктерді маңдайға жағу, шаруаны сәтті күндеп сәрсенбіге түреу дұрыс па дейді. Жол ашылу үшін қасиетті жерлерге барып тәуіп ету, әулие әмбелердің басына барып дұға ету дұрыс па дейді. Менде мынадай мәселе, өткенде тәуіп бақсыға бардым дейді. Сол кісі маған жолым байланып сиқыр салынған деді. Сенбейін десем жолым ашылмай жүргені рас. Осы сиқырдан қалай құтыламын дейді. Осы сиқырдан қалай құтыламын дейді. Енді сиқыр деген бар нәрсе. Ол өте жаман нәрсе. Сиқыр жын шайтан арқылы жасалынады адам. Сиқырды жаман адамдар жасайды. Адам баласы Алламен байланысы жақсы болса, бір Құдайға құлшылық жасап, Алланың бұйырғандарын істеп, тыйғандарынан тыйылып жүретін болса, адам баласын Құдай қорғайды, жаман жерді баспайды, жаман жерде ұйықтамайды. Ал егер адам баласы жолдан тайса, лас жерде жүретін болса, ол адамның имани иммунитеті кетеді. Сөйтіп оған біреудің сиқыр жасаса да, біреудің көзі тиюі де, тілі тиюі де өте оңай болып қалады. Қазақ айтады, Алладан сұрағанның екі бүйірі шығады, адамнан сұрағанның екі көзі шығады дейді. Тіптен қабірде жатқан адам түгілі, емхананың төсегінде жатқан адам біздің барып тамақ апарып қасында отырғанымызға мұқтаж. Түрмеде жатқан адам бостандықтағы адамның оған азық түлік, көмек, жәрдем беруіне мұқтаж. Ал енді түрмеде жатқан, немесе зынданда жатқан, немесе емханада жатқан адамның өзі тірі адамның көмегіне мұқтаж болса, кішкентай ғана қабірде жатқан, жаны мен тәні бөлінген, жаны Аллахтың алдында сұраққа түсейін деп тәні сол жерде шіріп жатқан қазіргі адам, ол біздің дұғамызға мұқтаж. Пайғамбарымыз алейхиссалам айтады, өлімді жиі еске алыңдар. Өлімді еске алудың бір өнегесі қабірдің басына бару. Ағашқа шүпірек байлап кетеді дейді. Сол ағашқа шүпірек байлау дұрыс па дейді. Ағашқа байланысты қарым-қатынас жасағыңыз келсе, ағаш егіңіз, ағашқа су құйыңыз, ағашты көгертіңіз, ағашты жайқалтыңыз. Жапырағы жайқалып тұрған ағашқа шүпірек байласаңыз не болады? Біріншіден оған құс қонбайды. Өйткені шүпіректер желбіреп келе жатқан құсты қашырады. Құс қонбағаннан кейін ол ағаштың өзегін құрт жей бастайды. Ол жерге әртүрлі насекомдар мен құрттар үймелейді да, ағаш ең соңында шіріп кетеді. Жапырақтары кеткеннен кейін состиған сұрықсыз қуағашқа айналады. Ал қуағашқа найзағай түседі. Найзағай түскеннен кейін ол ағаштың біз тағдырын талқан еткен болып есептелінеміз. Қазақ ырым етеді, ырыма қырын кетеді дегенде сөздер бар. Керісінше сен өзіңді қорқытатын, өзіңді бұрышқа тақайтын, жүрегіңді қысатын, Құдай-ай, ана затымды қалдырып кетіппін, соны барып алмасам жолым болмайтын болды-ау. Алдымнан қара мысық кесіп өтті, Құдай-ай, енді не болады екен? Бұрышқа отырып қаптым, күйеуге шықпай қалатын болдым ба? Деп сен өзіңді өзің шектеп, өзіңді өзің кеңістігіңді, азаттығыңды, тәуелсіздігіңді шектейтін нәрселер болатын болса, міне қазақ бұл біздің ата дәстүрімізге, біздің табиғи кеңпейіл қазақтың көзқарасына келмейді деп айтқан болады. Үкі тағуға не дейсіз дейді. Қазақ атам үкіні құрметтеген, оған табынбаған. Жер бетінің патшасы адам болғандықтан, жер бетінде адам табынатын нәрсе жоқ. Адам өзінен күштіге сыйынады. Адамнан күшті кім? Ол құдіреті күшті Алла тағала. Ол бір табынып сенің жолыңды ашып жіберетін, немесе сенің бақытыңды еселеп жіберетін нәрсе емес. Керісінше үкі әсемдіктің, әдеміліктің белгісі. Одан бас тартпаңыз. Үкінің қажет жері бар ма? Оның қанатын, қауырсынын, кез келген жақсылыққа пайдаланыңыз. Бірақ оның жаратылыс екенін, ал жәрдем мен бақытты беретін жаратушы екенін білсеңіз болды. Құдайымызды шынайы танып, Құдай бізді не үшін жаратты десек, Зарят сүресінде 56-шы аятта Алла тағала айтады екен. Жындар менен адамзат қауымын бір өзіме құлшылық қылулары үшін ғана жараттым дейді екен. Және келесі аяттарда айтады екен, жер бетінде мен сені өзіме орынбасар қылып жараттым дейді. Жер бетінің патшасы адам баласы екен. Айбынымен 40 жігітті ықтырып жіберетін жолбарысты циркте оттың ішінен секіртіп қойып атқан кім? Адам. Bir шаққанда 10-15 адамды құлататын кобраны әбжіланды билетіп қойып жатқан кім? Адам. Пілге ағаш тасытып жұмыс етіп жатқан кім? Адам. Жер бетінде Құдай тағала бүкіл жаратылыстарды адамға бағындырып қойған екен. Адам баласының бақытты өмір сүруі үшін, мына табиғаттың тепе-теңдігін, заңдылығын сақтап тұру үшін, сонау жердің астындағы жауын құрты, немесе сонау таудың басында, шыңда, қардың астында бір құрттар бар. Шірмей өмір сүріп жатқан. Сол қардың астындағы құртпенен жердің астындағы жауын құртына дейін адам баласы күнде көрмейтін. Адам баласының бақытын еселеу үшін ғұмыр кешіп жатыр екен. Біз үшін жаратылғандықтан, дүниедегі негізгі бақыт пен бақытсыздықтың себебі адам болғандықтан, біз егерде Құдайымызды танымасақ, Құдай берген ақыл қабілетпенен
тек қана зұлымдықты, қырып жоюды, адамдарға өктемдік, басымшылық жасауды жер бетіне тарататын болсақ, онда сол теңіздің түбіндегі балықтар мен құрт құмырсқаларға дейін бізді қарғайды екен, лағнеттейді екен. Адам баласын Алла жер бетінде өзіне орынбасар қылып, мына жер бетінің патшасы қылып жаратқандықтан біздің мойнымызда жауапкершілік бар екен. Сол ең үлкен жауапкершілік не нәрсе екен? Құдайымызды жарылқаушы екенін, қолдаушы екенін, тілегімізді қабыл етуші екенін, және Құранда айтқандай, біздің күре тамырымыздан да бізге жақын екенін сезініп, оған құлшылық жасап, оған серік қоспай, күпір келтірмей, оның құдіретін толық мойындауымыз екен.